Мен Зирек Адерхан. Бүгін сізді өзімнің авторлық випассана медитацияма шақырамын. Бұл медитация тек нәзік жандарға арналған. Випассана басқа медитациялардан ерекше сезімтал болып келеді. Бұл медитация арқылы әйел адам өзінің болмысы мен жаратылысын ерекше сезіне бастайды. Жайғасып отырыңыз, ештеңеге алаңдамаңыз. Бұл медитацияны наушник арқылы тыңдауды кеңес беремін. Өзіңізге бөлген уақытты тиімді де пайдалы өткізу үшін жан-жағыңызда болып жатқан әлемнен бірнеше уақытқа алшақтаңыз. Өзіңізге, өзіңіздің жан дүниеңізге көңіл бөліңіз. Өзіңіз не қалап тұрғаныңызды тәніңізбен сезініп үйреніңіз. Ендеше бастайық. Көздерімізді жұмып терең демаламыз. Сіздің дем алған әдісіңізге қарай медитацияда сапалы, пайдалы болады. Мұрынмен ауаны жұтып, оны жоғары көтереміз. Көзден асырып, одан жоғары миға дейін жеткіземіз. Осы мұрынмен жұтқан ауаны мида 2-3 секунд ұстап тұрамыз. Бұл тыныс алу техникасы визуалды түрде сіздің миыңызды ұстап көргенмен тең. Визуалды түрде өзіңіздің миыңызға қараңыз. Оған ауа жіберіңіз. Миға ауа барғанда оның ойлау қабілеті, жұмысы жақсара түседі. Ол дегеніміз, бұл медитация сізге пайдалы нәтижесін тез арада береді. Сонымен ауаны мұрын арқылы жұтып, оны миымызда 3 секундтай ұстаймыз. Одан соң осы ауаны ауыз арқылы түгелдей шығарамыз. Осы терең демалу әдісін 3 рет қайталаймыз. Мұрынмен ауаны жұтып, оны миға дейін апарамыз. Мида 3 секунд ұстаймыз. 1, 2, 3. Енді осы ауаны ауыз арқылы түгелдей шығарамыз. Тағы да қайталаймыз. Енді елестетіңіз, төбеңізге жоғарыдан басыңыздың дәл ортасына Алланың нұры құйылуда. Ол алтын түсті жылтыр, жып-жылы шуақ. Бұл жылы алтын шуақ сіздің басыңызға, миыңызға таралуда. Сіз мидың жып-жылы болып алтын шуаққа малынып жатқанын сезінудесіз. Ол одан төмен маңдайға, құлаққа қарай төгілуде. Көздеріңіз, кірпіктеріңіз де осы алтын шуаққа малынуда. Ол төмен қарай түсуде, мұрынға, бетке, ауызға қарай таралуда. Өзі жып-жылы алтын шуақ, тіл, тістердің барлығына төгілуде. Әрі қарай ол мойынға түсуде, тамағыңызға да төмен жайылуда. Бұл жылы алтын шуақ, Алланың нұры сіздің иықтарыңызға дейін жетуде. Одан әрі төгіліп, қолдарыңызға, білектеріңізге дейін жайылуда. Елестетіңіз, оң қолыңыздың барлық саусақтарына, тырнақтарына дейін осы алтын шуақ жайылуда. Енді сол қолыңыздың барлық саусақтарына, тырнақтарына дейін осы алтын шуақ жып-жылы болып жайылуда.
Бұл нұрлы шуақ иықтарыңыздан төмен кеудеңізге дейін таралуда. Ол күннің сәулесіндей жып-жылы, жап-жарық. Кеудеңізде тынысыңыз кеңейе бастады. Бұл нұрлы алтын шуақ одан әрі төмен жайылып, ішіңізге, беліңізге тарауда. Сезініңіз, іш құрылыстарыңыздың бәріне осы жылы шуақ таралуда. Барлығы ішіңізде жаңарып, жасарғандай сезініңіз. Бұл жылы алтын шуақ одан да төмен түсіп, сіздің жатырыңызға да келіп қалды. Ол өзінің жып-жылы алтын шуағымен төгілуде. Жатырыңыздың тынысы ашылып, жасарып, жеп-жеңіл болып қалғандай сезініңіз. Бұл денеңізге тараған жып-жылы алтын шуақ құдіретті күші өте мықты. Өйткені ол Алланың нұры. Сіз іштен энергияға толудасыз. Бұл алтын шуақ жатырыңыздан төмен қарай тарауда. Жыныс мүшеңізге өтіп, жып-жылы алтын шуақ энергия беруде. Одан әрі оң аяқтың шабына, саныңызға өтіп, тізеңізге жайылып, балтырға, тобыққа дейін жетуде. Одан әрі табаныңызға, оң аяғыңыздың башпайлары мен тырнақтарына дейін жайылуда. Енді жылы алтын шуақ сіздің сол аяғыңыздың санына, тізесіне дейін өтіп, балтырыңызға жайылуда. Тобықтан өтіп, табанға дейін жайылуда. Сол аяғыңыздың барлық башпайларына, тырнақтарының ұшына дейін осы алтын шуақ жайылуда. Сіз түгелдей жылы шуаққа айналдыңыз. Сізден күн сәулесіндей алтын шуақтар жарқырауда. Отырған бөлменің іші жап-жарық болып, энергияға толуда. Терең тыныс алыңыз. Бұл шуақ сіздің қорғансыңыз. Және ол тоқтаусыз сіздің төбеңізден құйылып тұруда. Қандай бір жағдай болмасын, әр кезде осы жылы шуақтың жоғарыдан төмен бүкіл денеңізге тарап жатқанын елестетіңіз. Сіз әрқашан Алланың назарындасыз. Міне осындай керемет випассана медитациясынан соң сіз энергияға толы боласыз. Күнде өзіңізге уақыт бөліп, осы медитацияны жасап, энергияңызды көтеріп алып жүріңіз. Бұл випассана медитация сіздің сезімталдығыңызды ұлғайтады. Қандай да болсын дертті осы медитация арқылы емдеп алуға болады. Әрбір дене мүшеңізге алтын шуақты жіберу арқылы психологиялық немесе физиологиялық болса да жаныңыз бен тәніңізді іштей сауықтырып аласыз. Осындай энергияға толы тәнмен керемет көңіл күйдегі жанды үйлестіріп, небір белестерді бағындыруға ұмтылыңыз.
Сіз нәзік болғанмен өте мықтысыз. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Өйткені сіздің бойыңызда Алланың күнде беріп отырған алтын шуақ энергиясы бар. Осымен бұл энергияға толы випассана медитациясының соңы. Алдыңғы уақытта бұл випассана медитациясының екінші бөлімі шығады. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Келесіде жүздескенше.